Қашықтықтан оқыту музыка сабағына қош келдіңдер. Сабағымызды бастамас бұрын соль және ми нотасы арқылы амандасып алайық. Сәлем, привет, hello. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын қысқаша ой қозғап өтейікші. Үй жануарлары, оның ішінде 4 түлік мал жайында не білеміз? Төлдер деп нені атаушы еді? Оларды дауыстар арқылы ажырата аламыз ба? Осы сұрақтарға жауап арқылы қазір сендерге бейне жазба беріледі, соған мұқият назарымызды аударамыз. Сәлем, біз бүгін 4 түлікпен танысамыз. Бұл түйе, оның төлі бота. Түйе боздайды. Бұл сиыр, оның төлі бұзау. Сиыр мөңірейді. Бұл жылқы, оның төлі құлын. Жылқы кісінейді. Бұл қой, оның төлі қозы. Қой маңырайды. Аталған төртеуімен ешкі де қатар жүреді. Оның төлі лақ. Ешкі қой сияқты маңырайды. Мінекей балалар, бейне жазбадан көріп өткенде бүгінгі сабағымыздың тақырыбы музыкадағы төлдер бейнесі. Сабақтың мақсаты музыкалық екпінін сақтай отырып, 4 түлік малға байланысты ән үйрену. Музыкалық термин сөздік остинатомен танысу, ажырата білуге баулу, нота сауатын ашу, ля нотасымен танысу. Және бүгінгі сабақта Ғизатовтың төлдер әнін үйреніп орындаймыз. Остинато сөзінің мағынасымен танысамыз. Ля нотасының дыбысталуымен бірінші октавадағы яшығымен танысамыз. Олай болса, төлдер әнін үйренбестен бұрын дауыс жаттығуын жасап алайық. Ол үшін қазіргі берілетін бейне жазбаға мұқият назарымызды аударып, бірге орындап көрейік балалар. До, ре, ми, фа, соль, ла, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре. Оқулықта 109 бетті ашамыз. Сол жерде берілген төлдер әніне назарымызды аударамыз. Әннің сөзін жақсылап оқып шығамыз. Одан кейін қазіргі берілетін бейне жазбадан әнді қосылып орындауға тырысамыз. Әнді орындап болсақ, олай болса, берілген тапсырманың сұрақтарына жауап беріп өтейік. Әнді орындайық, әуенімен өлең жолдарына назар аударайық. Төмендегі үлгідегі әуені мен ырғағындағы тұрақты қайталанатын әуенді бақылайық. Ендеше бірге қосылып айтайық балалар.
Қошақаны қойдың, қайда қалып қойдың, бұлтиып тұр бүйірің, қай өрістен тойдың. Бұл жерде қайталанатын әуен бірінші шумақтағы екі жолы, қойдың деген сөзіне түсіп тұр. Келесі бүгінгі сабағымызда танысатын остинато. Остинато дегеніміз музыкалық шығармаларда әуендік ырғақтық немесе тек әуендік не ырғақтық жағынан өзгермейтін тұрақты қайталымдарды остинато деп музыка тілінде айтады екенбіз. Балалар, келесі тапсырмаға назарымызды аударайық. Мына төмендегі үлгі бойынша әндетіп көрейік. Қай сөзінде дыбыстың биіктігі мен дыбыс ұзақтығын аңғаруға болады. Мысалы, қошақаны қойдың. Нота үлгісімен айтатын болсақ, до, ми, соль, соль, ля, соль. Әрине, бұл жерде дыбыс биіктігі ля нотасына, ұзақтығы төрттік нота, яғни ля нотасы екінші және үшінші сызықтың ортасына жазылып тұр. Суретке қарасаңыздар берілген. Үй тапсырмасына назар аударайық. Ғизатовтың төлдер әнін жазып, жаттап алу. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Едім қадырып, бір қошақан алдымнан, шықты ойнап жүгіріп, ақ маңдайлы ай мекен, шекер-бекер бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен, ақ маңдайлы ай мекен, шекер-бекер бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен. Аттан болсам жем берді, әжем оған су берді, қошақаным тойып ап, тастан тасқа секірді, ақ маңдайлы ай мекен, шекер-бекер бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен, ақ маңдайлы ай мекен, шекер-бекер бал мекен, кеттім оны сағынып, қошақаным қайда екен.